7 ақпанға арналған жұлдыз жорамал. Тоқты, таң атысымен-ақ ыңғайсыздықтар орын алуы мүмкін. Бірақ оған бола уайымдаудың қажеті жоқ. Егер қателік жасап қойсаңыз, оны түзетуге мүмкіндік болады. Ал жақсы өзгерістер бұл ретте ұлғая бермек. Ал кейбір таныстарыңыз өздері көмекке келетін болады. Күннің екінші жартысы түрлі шаруаларды атқаруға қолайлы. Барлығы сіз ойлағандай болмақ. Сіз сағынып жүрген адамды кездестіруіңіз ықтимал. Тоқтылар қаласа, бүгінгі күні жақсы романтикалық кеш өткізуге болады. Торпақ, күннің басы жақсы басталады. Жылдам әрекет ету қажет. Сонда ғана сіздің жетістіктерге жетуге мүмкіндігіңіз болады. Шығармашылық қабілетті талап ететін шаруаларда жақсы сәттілікке қол жеткізе аласыз. Қызық, қазіргі кезде сіз күмәнмен қараған шешіміңіз сәттірек болмақ. Ал қаржы жағдайында сіздің интуицияңыз көмектеседі. Күннің екінші жартысы сіз үшін күрделірек болмақ. Торпақтар ашуға бой алдырып, жан-жағындағылармен жаға жыртысып қалуы мүмкін. Түсініксіз жайттердің өзі де сізді біраз абыржытпақ. Егіздер, оңай күн емес. Сәттілікке жеткіңіз келе ме? Ендеше артқа шегінбестен бар күшіңізді салып бағыңыз. Сонда ғана сіз өзіңіз жеткіңіз келген нәрсеге міндетті түрде жетесіз. Өзіңіздің, сонымен қатар басқалардың қателіктерін түзету үшін өзіңіздің қазіргі шаруаңызды ысырып қоюыңыз ықтимал. Жақын адамдарыңызбен ортақ тіл табысу оңай емес. Қазіргі уақытта олар сізді дұрыс түсінбей, қалай қолдау керек екенін білмеуі мүмкін. Сіз ашуға бой алдырмасаңыз, барлығы ойдағыдай болады. Уақыт өте келе, қарым-қатынастар өз орнына келмек. Шаян, бұл күні аса маңызды шаруаларыңыз жоспарланған болса, тек қана өзіңізге сенім артыңыз. Басқалардан көмек күтудің ешқандай да пайдасы жоқ. Күннің алғашқы жартысында адамдармен байланысу қиынға түседі. Көбі сізді дұрыс түсіне бермеуі мүмкін. Тіпті ең жақын достарыңызбен бұрыннан келе жатқан серіктестеріңіздің өзі бұл түсімге кіреді. Күннің екінші жартысы демалысқа ғана қолайлы. Бұл уақытта шаршататын жұмыстардан аулақ болып, адамдар аз жерде болғаныңыз дұрыс. Өзіңізді күтіңіз. Арыстан, қиыншылықтардың орын алуы ғажап емес, бірақ сіз оларды міндетті түрде жеңесіз. Өзіңіздің күшіңізге сену сізге көптеген сәттіліктер мен жақсы нәтижелер әкелмек. Тіпті сіз күтпеген нәрсенің өзінен де жақсы нәтижелер аласыз. Жеткен жетістігіңізде тоқтап қалуға мүлдем болмайды. Күннің екінші жартысында сіз күтпеген нәрселер орын алады. Ерекше әрі қызықты ұсыныстармен сіз бас тарта алмайтындай шақыртулар келуі мүмкін. Бикеш, сіз өзгелердің жеке ойын тыңдағыңызда келмей, олармен әрең дегенде қарым-қатынас жасайсыз. Бұл күні адамдармен сөйлесу аса жеңіл болмайды. Көп адам сізге жақындағысы келгенімен, көбісінің қолынан бұл келе бермейді. Жаңа таныстарыңызға көз салып қараңыз. Олардан жақсы әрі пайдалы нәрсе үйренуіңіз мүмкін. Өзіңіз әрекет етсеңіз, жақсы жетістіктерге қол жеткізесіз. Бірақ ол үшін біраз еңбектену керек болады. Күннің екінші жартысында кейбір бикештерге ақша түсуі мүмкін, және олар қарыздарында қайтарып алады. Таразы, бүгінгі күні тек өзіңіздің емес, басқалардың да мәселелерін шешуге қолайлы күн. Сіз аса тапқырсыз. Басқалардың ойына да келмеген нәрселерді ойлап тауып, ерекше әрекеттер жасай білесіз. Таразылар кәсіби өміріне қатысты нәрселерде жақсы нәтижелерге қол жеткізуі мүмкін, және қызықты сәйкестіктер орын алады. Күннің екінші жартысы қызықты жаңалықтар келеді дейді. Бұл хабарларды сізді аса қуанта бермейтін адамдар жеткізуі мүмкін. Сарышаян, сақ болыңыз, және артық назарды өзіңізге аударуға тырыспаңыз. Бұл күн жаңа шаруалардан гөрі ескі әрі үйреншікті істерді атқаруға қолайлырақ. Өзіңіздің жетістіктеріңіз бен жеңістеріңіз жайлы жар салуға асықпаңыз. Қазіргі уақытта сіз үшін қуанып, шынайы құттықтайтын адамдар бола бермейді. Ал іші тар, көре алмайтын пасық адамдар қасыңызда болуы мүмкін. Сауда-саттық жасауға асықпаңыз.
ақшаға қатысты нәрсеге асығыс шешім қабылдамаған жөн. Мерген. Бұл күні мергендер жеке және жұмысына қатысты мәселелерді шеше алады. Сіз бір нәрсе ойдағыдай болмағанның өзінде еш уайымдамастан дұрыс шешім қабылдай біліп, өзгелердің алдын орап кетесіз. Бұл күн көптеген мергендер үшін жұмысында және оқуында елеулі жетістікпен байланысты болмақ. Мергендер бұл күні адамдарға жақсы әсер қалдырып, адамдармен өте жақсы қарым-қатынаста болады. Ал мергендерге кейбір адамдар бір көргеннен ақ ғашық болып қалуы мүмкін. Тауешкі. Бұл күн тауешкілер үшін аса жеңіл күн болмайды. Бірақ үмітсіз шайтан деген. Сізге қандай жағдай болмасын төзімдірек болуға тура келеді. Осы күні кейбір шаруаларыңыз әдеттегіден ұзақ уақытты алып, ал кейбіреуі кешігуі мүмкін. Бұл жағдайларды болашақ жоспар құрар кезде ескеріп жүргеніңіз абзал. Сонымен қатар кішігірім шығындардың болуы мүмкін. Ал жаңа затты сатып алуға асықпаңыз. Әсіресе қымбат техниканы сатып алу сәтсіз болып шығуы мүмкін. Суқұйғыш. Сәтті әрі қолайлы күн. Аса күрделі проблемалар бұл күні орын алмайды. Өткен күндер алған тәжірибелеріңіз сізге бұл күні қажет болмақ. Оқуыңызда жақсы нәтижелер көрсетесіз. Суқұйғыштар бұл күні барлық ақпараттарды жақсы есте сақтайтын болады. Күннің екінші жартысында отбасылық мәселелерді шешуге болады. Үйіңізге қажетті пайдалы нәрсені сатып алуға болады. Ал кешкі уақытта жақындарыңыз жақсы хабармен қуантпақ. Балықтар. Бұл күн балықтар үшін эмоционалдық тұрғыда аса күрделі болмақ. Көптеген балықтарға өз эмоциясын қолда ұстау қиынға түспек. Тіпті жақын адамдарыңыздың өзімен де біраз мәселе туындауы мүмкін. Егер сіз айтар сөзіңізді ойланып, сабырлық танытпасаңыз, болмашы нәрсенің өзі үлкен дауға ұласуға ғажап емес. Бұл жағдайларда тек әзілдей салу дұрыс шешім болмақ. Бұрын аяқтай алмаған шаруаларыңызға қайта оралуға болады. Сіз бұл шаруаларды аяқтауға не кедергі болғанын түсінетін боласыз, және аяқтау да сіздің қолыңыздан келеді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.